Көрсеткіштік функция. Көрсеткіштік функция дегеніміз y тең a-ның x дәрежесі түрінде берілген функцияны көрсеткіштік функция дейміз. Бұндағы a негізі әрқашанда оң сан және бірге тең емес. Бірге тең болмайтын себебі бірдің кез келген дәрежесі бір болатындықтан ол тұрақты функцияға айланып кетеді. Және x кез келген сан. Көрсеткіштік функцияның әрқашанда мәні оң мән болады, сондықтан бұл оң мәнді функция болып табылады. А бірден үлкен болған кезде функция өспелі. Графигін салып қарайтын болсақ, мінекей А бірден үлкен болғанда өспелі болып шығады. А негізі 0 мен 1-дің арасында болатын болса, онда функция кеммелі. Графигін салып көретін болсақ, мінекей 0 мен 1-дің арасында болғанда функция. Бұл функцияның графигі әрқашанда 0-де 1 нүктесінен өтеді. Оның себебі кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең болғандықтан. Мынандай мысалдарды қарастырайық. Y тең 1 бөлінген 5-тің квадрат турасында 3 минус x дәрежесінің анықталу облысын табайық. Бұнда квадрат турасында 3 минус x үлкеніне тең 0, бұдан x кіші 3-тен. Яғни анықталу облысы минус x-тікті пен 3-ті қосылғандағы сандар жиыны болып табылады. Мынандай теңсіздікті қарастырсақ, А-ның 3-тен 2 дәрежесі кіші А-ның 3-тен 5 дәрежесінен деген теңсіздік берілсе, осында А қандай сан бола алады деген. Бұл яғни осы көрсеткіштік функцияның қасиетіне байланысты дәрежелеріне қарасақ 3-тен 2, 3-тен 5. Яғни оң жағындағы өрнектің дәрежесі үлкен, және сол өрнектің өзі үлкен. Ендеше дәрежесі үлкен болса, онда негізі бірден үлкен болып тұр деген сөз. Яғни А бірден үлкен сан. Ал егер А-ның 8-ден 7 дәрежесі үлкен, А-ның 8-ден 11 дәрежесінен деп берілсе, онда оң жағындағы А-ның 8-ден 11 дәрежесі үлкен, және ол кіші мәнге болып тұр. Яғни функция аргументтің үлкен мәнінде функцияның мәні кіші, ендеше бұл кеммелі жағдайдағы, онда А-ның мәні 0 мен 1-дің арасындағы сан болып шығады. Төртінші, Y тең 3-тің x дәрежесі минус 2 функциясының мәндер облысын табу керек. Бізге белгілі, егер Y тең 3-тің x дәрежесі ғана болса, ол оң мәнді, яғни 0 мен плюс x-тің арасында, ал минус 2 болғандықтан ол 2 бірлікке төмендейді. Сондықтан оның мәндер жиыны минус 2 мен плюс x-тің арасындағы сандар жиыны болады.